Казталов-Жәнібек тас жолының құрылысы аяқталды. Республикалық маңызы бар бұл жолдың құрылысы бірнеше жылға созылған еді. Енді міне тұрғындар күткен күн туып, тақтайдай тегіс жол салтанатты түрде қолданысқа берілді. Салтанатты шараға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов жолды күтіп ұстау мен жол қауіпсіздігін сақтаудың маңыздылығына тоқталды. Енді жол ашылғанмен жолды жасау, оны күтіп ұстау осы біздің Қазавтожол компаниясының міндеті болса, біздің тұрғындардың да осы жолмен жүру кезде жол қауіпсіздігін сақтау, ең бірінші адамның өмірін сақтау бағытындағы біздің міндеттерімізде ол да үлкен маңызды нәрсе. Сондықтан да жолымыз ашық болсын, қауіп қатер қашық болсын. Күні бүгінге біз тұрған осы участогіміздегі теміржол жөндеу, ЮНИСЕР компанияларының басшыларына, солардың барлығын ұйымдастырып жүрген Қазавтожол компаниясына, Марат ағамызға үлкен рахметімізді айтамыз. Жәнібекке баратын жолдың жыры азайтылған жоқ. Облыс орталығынан ең қашық орналасқан ауданның халқы жол азабын аз тартпады. Араға бірнеше жыл салып, жол құрылысы бірнеше кезеңмен жүргізіліп, әйтеуір аяқталды. Енді бұл жолдың бойында халық игілігі үшін жол пайдалану пункті мен адамдар аялдап демалатын шағын орын дайындалатын болады. Қазір жолдың жоғары қабаты салынды, жол таңбаланды, жол белгілері қойылды, сондықтан ашуға ұйғардық. Екінші кезеңде ол компания кетіп қалмайды осыдан кейін. Екінші кезеңде мына жерде осы арада жолды пайдалану пункті салынады деп аталады. Жолды пайдалану пункті себебі Казталовкіден Унейге дейін біраз жер және 45 шақырымда Жәнібек бар, 100 шақырымда Сайхин бар. Осы арада деп тұрған біз қалады да осы мердігер компанияға тапсырма берілді. Осы жылдың аяғына дейін деп салып кетеді. Жол қолданысқа берілді бұл жол. Бұл Унеге ауылының бойындағы халық үшін де жақсы жаңалық болды. Ауыл тұрғындары жол азабынан құтылдық деп қуанып жатыр. Ауданмен облысқа қатынасы өте қиын еді. Мысалға облыстың өзі орталығына бару үшін бізге 10-12 сағат уақыт керек еді бізге. Қазір Алла тағалаға шүкір, мына бүгін жол бітіп 4-5 сағатта қамтып отыр барып келетіндерге. Енді мына бірінші осы жол салған компанияға көп рахметімізді айтамыз. Ауыл деген қандай керемет қазір. Қай жаққа да қатынас қандай керемет, тамаша. Осымен жыр болған Жәнібекке де жол барды. Бұл жолды күтіп ұстау Қазавтожол мекемесіне жүктелген. Алда әлі Бөкей Ордасына баратын 21 шақырым жол салыну керек. Ол жолдың құрылысы да биыл аяқталады деп жоспарланған. Егер жоспар орындалса, шалғай жатқан екі ауданның да халқы жол азабынан құтылады. Жанат Көшкінбай, Батыр Жәмилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.